болмаса тағы келеді ғой. Менің қуыршағыма бесік жасап беріңіз. Мен қуыршағымды әлдилеп тербеткім келеді. Айналайын қызым, қолымнан келгеннің бәрін жасап берейін. Бүгінгі күнімді саған арнап, саған қайыңнан бесік жасап берейін. Осыны пайдаланып саған бесік туралы айтып берейін. Бесікті ата бабамыз қайыңнан, қарағайдан, талдан иіп жасаған. Осы бесікке жатқан бала таза болады. Және көшіп қолуға ыңғайлы болған. Сен анаңа барып, осы бесікке көрпе көпші қолбауыр сатып алға қызым. Алақай, жақсы болды ғой. Анасы, әке менің қуыршағыма бесік жасап берейін дейді. Ал сіз оған көрпе көшіктерін тігіп беріңізші. Келе ғой ақылды қызым. Мен сенің қуыршағының жаңа бесігіне қолбауын, көрпе көпшіктерін жасап берейін. Ол үшін оюлы маталарымды шығарайын. Бесікті атам қазақ киелі деп санаған. Оны баланы бесікке аластамай бөлінмеген. Ең бірінші бесікке бала бөлу үшін оны адыраспанмен аластап алған. Баланың ұйқысы тыныш болу үшін бесіктің бас жағына пышақ, қайшы, жамандықтан қорғау үшін қамшы сияқты дүниелерді жастап қойған. Кейіннен бала сәби өскеннен кейін бесікті далаға тастамаған. Ал қызым, міне бесігің дайын. Мына бесікке анашыңа көрпе көпшігін салып, қолбауын салдырып, қуыршағын бөледі ғой. Рахмет әкешім. Кел қызым, бесігінің көрпе көпшігі дайын. Енді бөпеңді бөлейік. Аяғында екі көрпесі, қасында көпшігі болады. Мынандай қолбауы болады. Бірінші бөпеңді аяқ жағын бөлейміз, жатқыза қойып бесікке. Оң жағынан бесікке бөлейді. Бірінші аяқ жағын бөлейміз. Анасы мен әжемнен үйренген бесік жолын айтып берейін бе? Айта ғой қызым. Әлдия көрпем, Ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін. Бұтының құйрығын сүрікке тағып берейін.